ұбт-ның екінші мүмкіндігін тапсыратын талапкерлер математика сауаттылықтан біраз жерде қазыламыз. Ол үшін оң жақтағы плюс батырманың басы мен каналыма тіркеліңді, достарыңа жіберуді ұмытпаңдар. Бүгінгі есебіміз яғни факториал туралы есептер. Мариям баласына 7 күн бойы күн сайын бір жемістен беріп отырады. Оның қолында 5 бірде алма, 2 бірде алмұрт болса, жемісті 7 күнде неше түрлі тәсілмен беріп шығуға болады дейді. Яғни бұны шығару үшін бізде яғни 7 түрлі жеміс бар. 7 күн бойы 7 жемісті жеу керек. Яғни оның ішіндегі 5-еуі бірдей дейді. Ол кезде 5-еуі бірдей болатын болса 5 факториал, тағы да көбейту 2 факториал болады. Яғни қайталанып келсе деген сұрақ. Енді 7 факториал білеміз: 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5 көбейту 6 көбейту 7. Ал 5 факториал дегеніміз 1 көбейту 2 көбейту 3 4 көбейту 5. Ал 2 факториал дегеніміз ол көбейту 2 дейсілер, 1 деген керек емес. Енді мынау осы жерде мына қысқартылады, енді 1-ден бастап 5-ге дейін, 1-ден бастап 5-ге дейін қысқарып кетеді деген сөз. Сонда бізде 6 мен 7 қалды. 2-ні көбейтсек 42, 42-ні 2-ге бөлсек бізде 21 деген жауап пайда болады.